Балалар, бүгін сіздермен біз шұбар тауық атты ертегімен танысамыз. Шұбар тауық. Ертеде бір ауылда шал мен кемпір өмір сүріпті. Олардың бір шұбар тауығы болыпты. Олар уайым қайғыны білмей, алаңсыз өмір сүріп жатты. Бір күні шұбар тауық бір жұмыртқа тауыпты. Жай емес, алтын жұмыртқа тауыпты. Шал мен кемпір жұмыртқаны шағып жемек болады. Шал балғамен жұмыртқаны ұрады келіп, ұрады. Жұмыртқа жарылмайды, тек балғасы сынып, саусағын ұрып алады. Енді жұмыртқаны кемпір қолына алады. Ұрады келіп, ұрады, жұмыртқа жарылмайды, оқтауы қақ бөлінеді. Кемпір жылап жіберді. Енді нанды немен жаямын? Жұмыртқаны үстел үстіне қойды. Осы кезде ұры тышқан үстелге секіріп шығып, құйрығымен салып қалып еді. Жұмыртқа жерге құлап түсіп, жарылып қалды. Шал жылап жіберді. Кемпір қосыла жылады. Екеуінің көз жасы көл болады. Шұбар тауық қыт-қыттап оларды жұбатты. Жылама ата, жылама әже, тағы жұмыртқа табамын. Тек алтын емес, жай жұмыртқа тауып беремін. Осымен ертегіміз аяқталды. Мұқият тыңдағандарыңызға рахмет.